Сонымен болмайтын мағынасыз сұрақтар керек емес. Менен жауап алам десеңдер, болатын сұрақ қойыңдар. Ұнамаса өткізе беремін. Изи, сен керемет эмоцияны басыңнан кешірдің, соны суреттеп берші. Мен жай ғана шынайы болдым. Әрбір сөзім жүрегімнен шықты. Жекпе-жекке дейін өзімді танымағанда мен де сенбеген болар едім. Сайтан алғыр, ол оны 3 рет жеңді ғой, енді оған қалай төтеп берер екен? Бірақ мен айттым сіздерге, мен оқтаулы мылтықпын, аңшының өзін аулауға бара жатырмын. Бірақ мен бұны жасадым. Адам баласының ақылы мен рухының күшін көрсеткім келді. Сені тізімнен сызып тастаса да өз қабілетіңді көрсетуге болатынын дәлелдедім. Мықты екеніңе көзің жетіп тұрса да, ол мені жеңудің кілтін тапты ғой деп, өз-өзіңе күмәнданған сәттерің болды ма? Бұл адамның қарапайым ойлау қабілеті. Барлығымыз адамбыз, және бұндай жағдай болып тұрады. Мен жай ғана өзімді білемін. Егер сен өзіңді жақсы білетін болсаң, ешкім саған кім екеніңді нұсқап жол көрсете алмайды. Бірақ мен бұл ойларды басымнан шығарып тастадым. Бұл көп адамның қолынан келмейді. Олар жағымсыз ойлардың жетегінде кетіп, өзін басуға мүмкіндік беріп қояды. Бірақ мен көпті көрдім, мұндай ойларға жол бермеймін. Сондықтан басыма кішігірім жағымсыз ойлар келген кезде, мен оны басып тастап, жұмысымды жалғастырамын. Алғашқы раунд тактикалық түрде өтті. Сен қысым жасағың келді. Бұл раундты қалай бағалайсың? Бәрі тез өтіп кетті. Мен 3-ақ минут болған шығар деп ойлағам. Бірақ мен бірден іске кірісіп, оған шабуылға өткенде, ол өзін жайсыз сезіне бастады. Екінші раундта сенің белсенділігің арта бастады. Сен қысымды әдейілеп күшейттің ба? Біз төбелесті бастаған сәтте мен оны ығыстыру керек екенін түсіндім. Бірінші, екінші және үшінші жекпе-жектерде мен оған шайқастың басында ғана қысым жасап, оған демалуына мүмкіндік бердім. Ол раундтың соңына қарай ес жинай бастады. Бірақ осы жолы мен оған демалуға мүмкіндік бермеймін деп шештім. Изи, сендер осы аптада Әлидің қорымен бірігіп коллаборация жасадыңдар. Әли сенің спорттық мансабыңа ықпал еткенін бәріміз білеміз. Сен ауыр соққыларды қабылдап, оң қолмен оны ұйықтаттың. Осындай керемет сәттің сенің мансабыңда болғанын мақтаныш тұтасың ба? Мен оны қақпанға түсірдім, айтарым осы. Оның лоу-киктары өте жақсы. Ол тепкен кезде тағы да ма деп алғашқы раундтың өзінде ойланып қалдым. Сайтан алғыр, бұл тағы да қайталап жатыр ма деп қауіптендім. Ол менің аяғымды әлсірете алмайтын еді, өйткені мен оған дайын болдым. Ол күтпеген жерден соққы жасайды екен. Айтпақшы, мен оны үйреніп алдым. Сосын мен аздап тактикамды өзгерттім. Осы жекпе-жекті мен алдын ала көз алдыма елестеткен кезде, егер менде Әли мен Форманның шайқасы сияқты мүмкіндік туатын болса, сондағыдай жойқын соққы жасауға тұрарлық па? Бірақ жоқ, ол менің орнымда бұлай істемес еді. Сондықтан мен оған құрмет көрсетіп, оны азаптан құтқардым. Осы сәтте мен оның октагонда Эльза ханшайым сияқты сұп-суық болып жерде жатқанын көрдім. Және сен өз жеңісіңді өте әсерлі тойладың. Оған садақпен 3 оқ атқан көріністі бейнеледің. Оқтың біреу емес, 3 екені қандай мағына береді? Сосын сен саусағыңмен көпшілікке нұсқап, оның нокаутқа жатқанын бейнеледің. Ол мені алғаш рет Бразилияда құлатқан кезде, оның баласы рингке шығып, менің құлағанымды бейнелеген еді. Мен сол кезде, жүгірмек, әкең сені тәрбиелей алмаса, менің қолымнан келеді деп ойлаған едім. Сосын көпшіліктің ортасынан оның баласын тауып алдым да, саусағымды шошайтып, ей. Жай ғана есіне түсіргім келді. Сосын біз сахна артында кездестік, бәрі ойдағыдай. Алекс ұлы чемпион, ұлы жауынгер, оның тарихы, жүріп өткен жолы өте керемет, ол монстр. Бұл позицияға шығу үшін ол қаншама қиындықтан өтті. Және мені жеңді, бұның бәрі ол үшін керемет тарих. Бірақ мен айтып өткенімдей, бүгін менің тарихым жазылуда. Енді адамдар есеп бірде-бір, трилогия керек деп айтатын шығар. Мен есеп жасамаймын, мен есеп айырысамын. Мен есеп айырыстым. Мен оның бұл титулға тез жетуіне мүмкіндік бердім. Кезінде мен онымен төбелеспеймін деп айтуыма болатын еді. Қандай жетістігі бар топ 5-тегі бір жігітті жеңгеннен басқа. Бірақ жоқ, ол өзін жақсы көрсетті. Мықты жігіттермен төбелесіп, Стриклендті жеңгені үшін жарайды, басқа ешкім жоқ қой дегендей. Және мен өзім де осыны қаладым. Кикбокста мені жеңген жігіт болған соң, бұл ұсынысты қабылдадым. Мен UFC-дегі еңбегім үшін рематчқа лайықты болдым. Мен Келвиннен белдікті жеңіп алдым. Белбеуімді Роберттан қорғадым. Ромеро, Коста, Витори, тағы да Робертқа қарсы шайқастым. Және Канонирде бар. Барлығы 7. Түсінесің ба, мен осы қиындықтардан өткен соң өз рематчыма лайықты болдым. Енді Алекс рематчты қаласа осындай жолмен өтуі керек. Бірақ ол бұлай жасайтынына күмәнім бар. Енді оның жартылай ауыр салмаққа ауысқаны дұрыс. Ондағыларға сәттілік тілеймін. Онымен төбелесу оңай емес.